Түркия мен Израиль соғысса кім жеңеді? Бұл сұрақтың жауабы қарапайым емес. Себебі бұл тек екі елдің соғысы емес. Бұл технология мен санның, аймақтық ықпал мен стратегиялық интеллекттің қақтығысы болар еді. Бір жағында миллиондаған әскері бар алып мемлекет, екінші жағында әлемдегі ең жоғары технологиялы армиялардың бірі. Ендеше бәрін ретімен салыстырып көрейік. Халық саны кімде ресурс көп? Түркия шамамен 85 миллион халық, Израиль шамамен 10 миллион халық. Бұл жерде Түркия айқын басым. Соғыс ұзаққа созылса, адам ресурсы шешуші рөл ойнайды. Түркия резервті толтыруда әлде қайда мықты. Жер көлемі кімнің аумағы үлкен? Түркия шамамен 783 мың шаршы километр. Израиль шамамен 22 мың шаршы километр. Бұл өте үлкен айырмашылық. Түркияның жері Израильден ондаған есе үлкен. Бұл соғыста стратегиялық тереңдік, ресурстарды жасыру, қайта топталу сияқты маңызды артықшылық береді. Әскер саны кімде күш көп? Түркия белсенді әскер шамамен 450 мың, резерв 200 мыңнан аса. Израиль белсенді әскер шамамен 170 мың, резерв 450 мыңға дейін өте жылдам мобилизация. Сырттай қарағанда Түркия көп. Бірақ Израильдің бір ерекшелігі бар. Олар бірнеше күн ішінде жүздеген мың резервті толық дайын күйге келтіре алады. Бұл олардың ең қауіпті артықшылығы. Әскери бюджет кім көп қаржы жұмсайды? Түркия шамамен 15-20 миллиард доллар, Израиль шамамен 24-30 миллиард доллар. Израиль аз халықпен көп ақша жұмсайды. Яғни әр сарбазға, әр техникаға көбірек инвестиция жасалады. Бұл сапаға тікелей әсер етеді. Қару-жарақ және технология. Түркия көптеген танктер Leopard 6, байрақтар сияқты дрондар әлемге әйгілі, күшті құрлық әскері Израиль. Темір күмбез Iron Dome әуе қорғаныс жүйесі, F-35 сияқты ең заманауи ұшақтар. Киберсоғыс барлау дәл соққы технологиясы. Ядролық қаруы бар деген болжам ресми мойындалмаған. Бұл жерде Израильдің технологиялық артықшылығы айқын. Олар соғысты ақылмен жүргізеді, аз шығынмен максималды нәтиже. Соғыс тәжірибесі. Израиль үнемі соғыс жағдайында өмір сүріп келеді. Олар үшін соғыс теория емес, күнделікті тәжірибе. Әскерлер үнемі дайын. Түркияда Сирия, Ирак бағытында операциялар жүргізген. Бірақ олардың соғыс форматы көбіне аймақтық деңгейде. География және стратегия. Егер соғыс Түркия территориясында болса, Түркия басым. Егер Израильге жақын аймақта болса, Израиль басым. Бірақ шындықта бұл екі ел тікелей құрлықта соғыса алмайды. Аралары алыс. Сондықтан соғыс көбіне әуе, теңіз және прокси күштер арқылы жүреді. Қорытынды кім жеңеді? Қысқа соғыс болса, Израиль жеңуі мүмкін. Технология дәл соққы, жылдамдық. Ұзақ соғыс болса, Түркия басым, ресурс, адам саны, өндіріс. Ал толық масштабта болса, бұл соғыс екі елмен ғана шектелмейді. Оған басқа державалар араласуы мүмкін. Сол кезде нәтиже мүлде өзгеріп кетеді. Бұл жай ғана салыстыру емес. Бұл қазіргі заман соғысының қалай өзгергеннің дәлелі. Бүгінде жеңіс тек әскер санына емес, технология мен стратегияға байланысты. Осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге келесі видеоларды шығаруға үлкен шабыт береді.